Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Каналыма қош келдіңіздер. Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жыл жақсылық, молшылық әкелсін, табысты жыл болсын. Бүгін мен медовик балды торт жасағым келіп отыр. Маған керекті заттардың бәрін алдын ала дайындап алдым. 4 жұмыртқа, ас содасын, шекер, сахар пудрасын, ванилин сахарын және бал, ұн керек, сары май немесе маргарин керек болады. Үлкен шұңғыл ыдыс алып, оның ішіне бал, шекер, майымды салып, өте баяу отта осыны массаның ерігенінше жақсылап ертіп аламын. Мінекей массам жақсы еріді. Енді осының үстіне 1 шай қасық ас содасын саламын. Міне осылай ас содасын салған кезде көпіреді. Тез жылдам араластыру керек. Астың қозғап отырып, әбден жақсылап осылай араластырамыз. Қатты көпіретін болады. Мініміз массамыз осындай карамель түстес болып шықты. Осы массам кішкене суығаннан кейін 1 шымшым тұз салып, жақсылап араластырамын. Енді шетінен бір жұмыртқадан қосып отырамын. Жұмыртқаны қосқан кезде жылдам тез араластыру керек. Осылай жақсылап араластырамын. Себебі жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Массамыз біздің кішкене ыстықтау. Осылай шетінен жұмыртқаны қосып отырып, тез жылдам араластырамын. Енді ең соңғы жұмыртқаны салып, оны да тез жылдам араластырамын. Массамды әбден жақсылап араластырып алғаннан кейін ұн қосамын. Керегенше барлық ұнды бірден қоспаймыз. Шетінен бірінші жартысын қосып араластырып аламын. Міне осындай әдемі карамель түстес осындай масса шығады. Осындай сұйықтау болу керек. Енді алдын ала ыдысыма пергамент қағазын төсеп алдым. Осының үстіне массамды құямын. Ыдысты өздеріңіздің қалауларыңызша алсаңыздар болады. Мен 4 бұрышты ғып жасайын деп жатырмын. Балды тортымды. Сол себептен осындай 4 бұрышты ыдысты алдым. Міне тегістеп барлық жеріне тегіс осылай орналастырамын. Енді 180 градуста духовкаға қойып пісіріп аламын.
Мінекей менің тестам қамырым пісіп шықты. Осылай сарғыш қылып пісіріп алдым. 11-13 минутта дайын болады. Өте тез піседі. Енді мұздай қаймағымды алып, оның үстіне сахар пудраны қостым және ванилин қостым. Сөйтіп жақсылап араластырып аламын. Бұл кремі. Кремді де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша істесеңіздер болады. Мен бүгін қаймақтан істеп жатырмын. Міне дайындап қойдым кремін. Енді пісіріп алған осы қамырымды бөліп аламын. Бірінші шеттерін кесіп алып қойдым. Бұны блендердің көмегімен ұнтақтап аламын. Шеттерін кесіп алғаннан кейін енді өзіме қажетінше кесемін. Ортасынан бөлемін бірінші. Енді ыдысыма ыңғайлап, ортасын бөлгеннен кейін кішкене шетін де бөліп алдым. Бұлардың бәрін бетіне ұнтақтап себетін боламын, шетіндегілер. Енді осы екіге бөлген қамырымды тағы да екіге бөлемін. Сонда менде 4 қамыр болып шығады. Төрт бөлікке бөлдім. Міне енді осы бөліп алған бөліктерімнің ортасына қаймақты жағамын. Блендердің көмегімен мінекей жаңағы шетіндегі кесіп алған ұнтақтарын осы блендермен өте ұсақтап аламын, ұнтақтап. Мінекей осылай өткізіп алдым. Енді ыдысымды дайындап аламын. Тортымды салатын айналасына пергамент қағазын осылай кесіп төсеп алдым. Енді пісіріп алған осы корждарымды ыдысыма саламын. Пергамент қағазын төсеген өте ыңғайлы. Енді осы корждардың арасына қаймағымды жағып шығамын. Қаймақты жаққаннан кейін арасына ұнтақталған грек жаңғағын сеуіп жіберсеңіздер де болады. Мінекей енді екінші коржымды қойып, оның үстіне де қаймақты жақсылап жағып шығамын.
Ең соңғы коржымды осылай төседім, қаймағымды жақсылап жақтым, айналасына барлық жеріне кремді жағып шықтым. Енді корждың ұнтақтарын осындай қалақшаның көмегімен бірінші жан-жағына осылай жабыстырамын, содан кейін ұнтағымды үстіне сеуіп шығамын. Мендегі бал өте қанық, қою, қоңыр түсті болды. Сол себептен менің де корждарым осындай әдемі карамель түстес болып шықты. Мінекей тортымыз дайын. Енді тортымызды бір күнге салқын холодильниктің ішіне қойып қойсақ, өзінің кремін бойына тартып, тортымыз өте жұмсақ болып шығады. Міне осындай әдемі, өте дәмді торт жасадым бүгін. Балды тортты. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді шетіне төсеген пергамент қағаз осылай жайлап алып тастаймын. Бір күннен кейін енді кесіп көреміз. Өте жұмсақ, әдемі, дәмді болып шықты. Енді жеп дәмін көремін. Балды медовик тортымыз өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Жаңа жылда дастархандарыңыздың сәнін келтіретін болады. Және дәмі өте керемет. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Алда әлі тағы да жақсы видеолар болады. Егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.